Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен 45 минутта дайын болатын орама нанның жасалуымен және өте ерекше дайындалатын дәмді салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Өлшеп алған ұнымыздың үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, тым қатты ыстық та емес, салқын да емес, орташа температурадағы суды құятын боламыз. Жақсылап саусағымыздың ұшымен ала отырып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Ішіне жұмыртқаны қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, ол міндетті емес. Егер бар болған жағдайда бір ғана жұмыртқаны қосып жіберсеңіздер болады. Қамырымызды дөңгелекше етіп жайған кезде бір-біріне жабыспайды. Тек біздің қамырымызды дайындаған кезде қатты дағылмай, жұмсақ дағылмай осылай дайындап аламыз. Сонда сіздерде дөңгелекше етіп жайған кезде бір-біріне жабыспай жақсы жайылатын болады. Мінеке біздің қамырымыз бір-біріне біріге бастады. Қолға жабыспайтын, ыдысымызға да ешқандай нанның бөлігі қалмай осындай тап-таза болып, өте әдемі қамыр дайын болады. Қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Қамырымыздың жақсы шығуы біздің илегенімізге де байланысты. Қамырымызды тындыруға 10-15 минутқа қойып қоямыз бетін жауып. Келесі қамырымыз тынғанша салмасын дайындайтын боламыз. Кішкене ғана фаршымыздың үстіне үккіштен осылай сәбізімізді өткізіп аламыз. Одан соң картопымызды кубиктап турап аламыз. Картоп салу міндетті емес, картопты салмасаңыздар да болады. Бұл орама нанды тоңазытқышқа салып, қатырып, қажет кезде пісіріп жеуге де болады. Егер де солай пайдаланамын десеңіздер, онда картоп қоспай, тек қана осы сәбізбен жуаны салсаңыздар дұрыс болады. Себебі картоп қарайып кетуі де мүмкін. Осылай жуамызды да кубиктап турап аламыз. Енді қамырымызды екінші қайра басып жібереміз. Біздің қамырымыз жақсы июі қанған. Бірден 2 бөлікке бөліп аламыз. Менде 400 грамм ұннан осындай 2 күлше қамыр шықты. Жақсылап июін қандырып басып аламыз. Қамырымызды осылай бірнеше үстінен басып, июін қандырамыз. Ішінде түйіршіктер қалып қоймауы қажет. Тағы да шамамен 5 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша салмамыздың тұз бұрышын салып қоямыз. Тұз бұрышын әркім өзінің қалауы бойынша салып, дәміне қарай салатын болады. Егер фарш тұздалған болса, онда көп тұз бұрыш қосудың қажеті жоқ. Үстіне осындай сәл ғана сұйық майымызды құйып жібереміз. Бұл құрғақ болмас үшін, яғни сочный, дәмді болып шығу үшін қосатын боламыз. Егер сіздердің фарштарыңыз майлы, ішінде майы көп болатын болса, ішіне сұйық май қосудың қажеті жоқ. Бірден тұз бұрышымызды салып араластыра беруге болады. Келесі қамырымызды дөңгелекше етіп жайып аламыз. Жұқалау етіп, шеті, ортасы қалың болмай, жұқалау етіп жайған дұрыс. Себебі бұл орама нан болғаннан кейін тым қатты қалың болатын болса, біздің орама нанымыз дәмсіз болып шығады. Байқасаңыздар, біздің қамырымыз бір-біріне жабысып жатқан жоқ. Жұмыртқасыз да осындай бір-біріне жабыспайтын қамыр дайындауға болады. Мінеке біздің қамырымыз жайылды. Видеода көргендеріңіздей қамырымыз жұқа етіп жайылған. Енді осы жайылған қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Егер де орама нанды кішкене бөліктерге бөліп, кішіректеу көлемде жасағыларыңыз келсе, нанды күлшелегенде 3-4 бөлікке бөліп, солайынан жайсаңыздар, сіздерде кішіректеу формада орама нан шығатын болады. Мінеке біз енді орамалы нандарымыздың үстіне осындай салмамызды салып, шетінен ала отырып, гүл тәрізді етіп орап алатын боламыз. Мантаваркамыздың астын майлап, үстіне орама нандарымызды орналастыратын боламыз. Осы орама нандарымызды 45 минутта қайнап тұрған судың үстінде пісіріп алатын боламыз. Келесі орама нандарымыз дайын болғанша өте дәмді әрі жеңіл жасалатын салат дайындаймыз. Үйіңіздегі адам санына қарай қажетті заттарды пайдаланатын боласыздар. Мен 1 дана қиярымды осылай кубиктап, түрін ерекшелеу етіп кесіп алдым.
Барлығын жақсылап кесіп алғаннан кейін ыдысымызға салып, одан соң қызанағымызды тағы да турап алатын боламыз. Бір дана қызанағымды турап, үстіне салдым. Келесі осындай тәтті перецтарымызды ұзыншалау немесе кубиктап турасаңыздар да болады. Мен осылай солонка етіп турадым. Жақсылап турап аламыз. Келесі мен бір дана чеснокты, яғни сарымсақты пайдаландым. 2 дана сарымсақ көпті кететін болғаннан кейін мен біреуін ғана пайдаландым. Егер сарымсақ ұнайтын болса, сіздер көптеу қылып қоса берсеңіздер болады. Сарымсақты қолмен турап салсаңыздар да болады. Мен кішкентай күш болғандықтан бірден күштен өткізіп салдым. Сіздер қолмен турап салсаңыздар да болады. Келесі укроп, кинзаларымызды турап салатын боламыз. Осылай майдалау етіп турап салған дұрыс, сонда әдемі көрінеді. Сарымсақтың үстіне емес, шет жағына қарай салған дұрыс. Келесі перецімізді қосамыз. Егер сіздерде паприка болмаса, перец қосатын боламыз. Бұл перец ащы болғандықтан сәл ғана қосқандарыңыз дұрыс. Келесі дәміне қарай тұзымызды салатын боламыз. Тұзды да көп мөлшерде салып қажет емес, сәл ғана салған дұрыс. Оның үстіне соевый соусымызды құямыз. Шамамен 1-1,5 ас қасықтай құйдым. Соевый соусымызды құйғаннан кейін пеште қыздырып алған сұйық майымызды сарымсақтың үстіне құйып алатын боламыз. Сарымсақты үстіне қойған дұрыс, сонда сұйық майымызды беткі қабатына сарымсақтың үстіне бірден құятын боламыз. Жақсылап араластырып, шамамен 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Салатымыз өзі қалпына келгенше орама нанның тұздығын дайындайтын боламыз. Тұздығын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен жуаны кубиктап турап, сәбізді күштен өткізіп, үстіне сәл ғана томат салып, баяу отта пісіріп алдым. Мінекей, енді біз салатымызды ыдысымызға салатын боламыз. Қою тамақпен жегенге осы салатты міндетті түрде сіздерге жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әдемілік үшін осылай бетіне кунжут сеуіп қойдым. Бұл міндетті емес. Мінекей, біздің орама нанымыз да дайын болды. Әрқайсының үстіне тұздығын салып, дастарханға ұсынатын боламыз. Бетіне әдемілік үшін укропты сеуіп шықтым. Мінекей, біздің өте ерекше әрі оңай жасалатын, дәмі тіл үйіретін асымыз дайын болды. Бар болғаны 45 минутта осындай дәмді салат пен дәмді ас дайындап көріңіздер. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар, мен ризамын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.